Салем. Наконец мен YouTube влог түсіруге тайымман. Негізі мен алдын қашаннан бері ойлап жүретұғын түсіргенде деп, бірақ та мен ойлайтын едім, мен білмеймін, монтажлап білмеймін, түсіріп білмеймін дұрыс деп. Бірақ та қандай болса да бәрібір тәжірибе арттыру үшін басылай беруге қарар қылдым. Һәм де YouTube влогты қаралпақ тілінде алып барғым келіп жатырды. Біріншіден қаралпақша көбірек контент болсын деп интернетта. Себебі жасылар көбінше һәмме мағлұматты орыс тілінде, рус тілінде оқығаннан кейін олардың біздер сондай көбінше сөз байлығы аз болып қалып жатырды. Соның үшін енді мен әрекет етемін қаралпақша сөйлеуге. Екіншіден қаралпақ тілі менің ана тілім. Өзі бірінші болып қаралпақ классқа барғанмын. Одан кейін екінші класстан бастап рус классқа өткенмін. Содан кейін үйде һәмме қаралпақша сөйлейді. Күйеуіммен қаралпақша сөйлесеміз. Һәм де баламызда қаралпақ тілінде сөйлесін, үлкейгенде арқайын түсінетұғын болсын, ауылға барған кезде деп біздер көбінше үйде қаралпақша сөйлейміз. Һәм маған күйеуім айтып қойды, бірінші болып қаралпақ тілін үйренсін, одан кейін рус, одан кейін английский, кейін чех тілін үйренсе болады деп. Так садикте, мектепке барса чех тілінде сөйлеп кетеді. Содан кейін бізге қаралпақ тілі бірінші орында. Сондай. Және де мен бұл блогымда тек қана біздердің қайт жасауымызды, өмір тәрізімізді, үйлер қылатығымызды емес, жасыларға мотивация беру үшін Европадағы қаралпақларды жинап, олардан интервьюлар алу үшін бұл блогты, бұл проектті істеп жатырмын. Һәм сіздерге пайдалы затлар айтуға, Чехиядағы қызық затларды айтуға уәде беремін. 8 жылдан бері жасап жүрген жақта, Чехияда. Бұрын да жасаймыз. Баламыз бар, красавчик. Біздер Чехия Республикасының Брно қаласында тұрамыз. Бұл жерді Моравия деп айтады. Күйеуіммен баламмен айланып жүрміз. Просто шықтық қаланың болғаны үшін. Есімде барын айтып кетейік. Бұл жерде міне мусорларды қайта істеп шығару бойынша Европада қатты күшті. Мына жақта электро затлар, телефон, батарея, сондай затлар тастаймыз. Мына жерде смешанный, мына жерде пластик и қағаз. Қазір мен сіздерге көрсетемін қайтып базарлық қылатынымызды. Мынандай магазинлар бар, бұл жерде сетевой. Қайта осындай үлкен супермаркетларда арзанырақ болады. Басқа мынандай базарға ұқсаған нелер бар, базарчиклер, ондайлар қайта фермерлер сатады, һәм фермерлер қымбатырақ сатады. Ал мындай үлкен супермаркетларда һәмме зат неде болады. Акция, скидка деген затлар болады. Мына жақта овощи, фрукты, мына жақта кофе бар. Мына жақта овощи бар. Неде де балыз егілері. Кеште келген үшін көп полкалар пустой. Мына жақта булочкалар әртүрлі. Шоколадлар. Зат көп. Кемне сіздер алып шықтық, мороженое алдық. И мынандай журналлар бар. Бұл ішінде не затларға скидка бар. Осы хаптеде, әр хаптеде өзгеріп тұрады скидкалар. Һәм соған қарап, һәмме зат алады. Бір хаптеге мындай қылып қояды. Зат қояды. Жерде автостоянка.
кешке қайтамыз. Біздер міне мына көшеде тұрамыз. Ана бір жерде үйіміз бар. Кейін бір көрсетемін оны. Көбінше міне хәлме крышалары хәлмесі сондай черепичный. Мындай квартираларым, үйлерім бар. Екі ремонт болған құсайды. Біздер айлануға шықтық. Мінеки біздердің районымыз тыныш, бұл бұрын тыныш қала. Иностранецлар аз. Вот. Тілі чех тілі, мемлекет тілі. Хәлме чех тілінде сөйлеу керек. Hücretlerde güzel tilde жұмыстарың түссе почтаға, сондай мемлекеттік государственный сыйларды әлбетте чех тілінде болады. Соның үшін чех тілін білмей тұрып қатты қиын бұл жерде. Чехияда жақсы, Европада ең жақсы трамвай системасы. Транспортлары секунд по секунд туры келеді. Жасылда өтеді, ашын жоқ болса да. Коляскамен жүретін мамалар көп. Үйінде отырмайды мамалар, қыдырып, айланып жүреді. Жақсы жері, хәме транспортлар бейпол біздерге. Себебі андай кішкентай бөпелерге 3 жасқа дейін бейпул болады. Һәм оны алып жүрген адамға бейпул. Мамасына, папасына сондай ұзын болады автобуслар. Ортасында гармошкасы болады. Магазинлар. Вот. Бұяқта жасқа қарап киіну деген заттар жоқ. Мейлінше әме адам киім жүре береді. Өтпар бермейміз уже. Қазір же паркке жатырмыз. Сол паркте біздер пикник қыла жақпыз. Өзбекстан достарымызбен көрсетемін. Бұл жерде мынандай кішкентай магазиншалар бар. Адамдар өз үшін ашып қояды. Оны бизнесті рауажландыру керек, оны реклама деген затлар бұяқта жүр аз екенін сездім. Себебі білмеймін, бір тойынған халық ба, тек өзіне азғантай пұл кеп тұрса болды. Так, қазір мен магазин іздеп жатырмын мына жерде. Мынандай пивнойлар, бірақ hamma жерде бар. Пивной жақсы көреді бұлар. Білмеймін, мына не зат. Көне затлар көбінше ұқсайды. Бұл районнан алдын жүрмей едім. Бейбаш довольный. Және коляскасын жүрдік. Және мамочкалар пикник қылыққа ұқсайды. Сондай жап-жасыл. Қызық жері, бұяқта парк десе, аттракцион, шумный есет жоқ. Парк болса, просто парк. Ішінде тереклер, отыратын жерлер и болды. Басқа есет жоқ, онда бақырсып, қышқырсып атырған аттракцион, жаңағыдай не дейді, качеля, ұшаттығын затлар, ондай затлар жоқ. Тып-тыныш, демалып, кітап оқып, жатып, сөйтіп демалатығын жер болып есапланады. Аттракцион үшін отдельно барады адамлар. Кішкентай балалар ойнап жатыр. Йога істейді бұл жерде көбінше. Вот, қазір өзбекстандық жердің достарымыз. Олармен пикникке шықтық. Неде отырыппыз пикник қылып. Қалеген жерде өзің төсегін төсеп отыра берсең болады. Әмме жер тереклер, салқын, Зуфра деген Өзбекстаннан достарымыз. Оның енесі келген Қашқадариядан. Жақында Зуфра екінші бөпесін туады, соған қарасуға келген. Балалар әсетіп ойнайды. Зуфрамда сэндвич істеп келген. Мен мазасылар алып келдім, шай дегендей. Сөйтіп не жерде отырмыз кішкентай балаларменен.
міне апасы келген қыдырып жүреді ол ана жерде. Апа, қайерлерге барғансыз? Thailandga borganman. Malayziyaga, Singapur, Vau, Italiyaga, Koreya, Misrda. Misr, Egiptga borgan. Hamma joylarni ko'rgan. Sizlarni ham yetkazsin shunaqa. Aylanib yurishga. Maza qilib путешественница. Bu yoqda mamalar uyda o'tirmaydi. Uyda depressiya tushib o'tirmaydi. Mana itlari. Slayt ekan. Папочка коляскамен o'tiribdi. Bu yerda katta itga bo'lgan mehri kuchli. Itlarga boshqacha отношение qiladi. Bu yoqda hech kim uyini chaqirmaydi qonaqqa. Bunday bo'lib dalada jinoaladi. To'lg'an odam. Shunda o'tiraveradi. Qo'noq chaqirib, o'g'an dasturxon joyib, halegim desa. Ko'rsajaq bo'lsang, aytadi, "Onana parkka ketish" deydi. Shunday, ko'rsataman. Qasında o'tib. Bu yerda o'yinlar o'ynab o'tirma. Kalyan chegib o'tirma, bir zatlar. Mana bu yerda ibetimiz. Shunday tinish ham rasul. Niki. Tak, mana biz uyga keldik. Mana bizlarning kvartira. Bag'anoq ko'cha. Yıkayamaz. Meni ko'ring. Agar Qarabaq tilida qatnashchilaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozing. Ham like bosing, do'stlaringiz bilan bo'lsin.